Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті көрермендер. Және Түркістан қаласының тұрғындары, қазақ елі. Өздеріңіз көріп отырсыздар, мінекей 1 желтоқсан күні кешкі сағат 5-тер шамасында Түркістан қаласында мына бір бүлдіршін жоғалып кетті. Сол жоғалып кеткен бүлдіршінді іздестіру бүгін міне шараларын кешеден бері іздестіру шараларын жасап жатыр. Бүкіл Түркістан халқының белсенділері бар, ішкі істер орган қызметкерлері, барынша қызметкерлер жұмыла бүгін сол іздестіру шараларына күштерін жұмсап жатыр ағайындар. Мінекей видеода осы жігіттің, осы баланың суретін сіздерге көрсететін боламыз. Сол көрген білгендер болатын болса, Түркістан қаласының ішкі істер бөліміне байланыс жасап, хабар берулеріңізді сұранамыз. Біз де мінекей осы қоғамның арасында Түркістан тумасы болғандықтан бізде көріп қарап жатпайын деп бүгін осы Түркістан қаласындағы Жуковский деп айтылады, сол өлкеде балым дүкенінің артында мінекей опорный пункт бар екен. Барлығы жиналып, бүкіл ішкі істер бөлімдері Түркістан қаласындағы өздерінің қызметтерін жасауға кірісіп кетті ағайындар. Сіздер де үлес қосыңыздар. Баланың, бүлдіршіннің табылуына, ата-анасын қуантуға барымыз асығайық. Осымен эфирді тоқтата тұрсам деп отырмын. Біз де өзіміздің күшімізді жұмсап, осы іздестіру шарасына атсалысайық деген ниетімізді білдіріп бүгін келіп отырмыз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Бала көріп жатсаңыздар, баланы хабарласуды ұмытпаңыздар ағайындар.